Құрметті ата-аналар, құрметті балалар, біз бір шаңырақ астында өтетін іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бұл шарамыздың мақсаты дәстүрлерді жаңғырту, отбасылық құндылықтарды қолдау көрсету, мектеп жасына дейінгі балаларды Қазақстан халқының мәдениетімен, салт-дәстүрімен таныстыру арқылы рухани адамгершілік құндылықтарды баулуға тәрбиелеу. Ал енді бізге келген қонақтармен жақынырақ танысайық, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Сәлеметсіздерме, мен Әділжан Абдырзақовтың қызымын, ұлтым папа. Сәлеметсіздерме, менің есімім Мырзаханова Екатерина Владимировна, менің ұлтым Ораз. Өте керемет, өте жақсы. Ал енді сіздер осындай біз бәріміз бір Қазақстанда, бір шаңырақтың астында достық адамгершілікпен өмір сүріп жатырмыз. Өздеріңіз отбасыларыңызда қазақтың ұлттық қандай дәстүрлерін білесіздер, және де қолданып пайдаланып жүресіздер. Қазақтың салт-дәстүрлерімен біз бесікке салу, шілде хана, сүндет той деген, қыз ұзату деген барша дәстүрлерді қолданамыз. Сіз білесіз бе қазақтың дәстүрлерін? Иә, бізде бесік той, тұсау кесу, сүндет той өткіземіз. Сіздердің жұбайларыңыз қазақ, иә? Қазақ. Сонымен отбасыларыңызда қазақи ұлттық нақышта бала тәрбиелейсіздер. Дұрыс түсінеміз, иә? Иә. Сосын кейін енді айтып өтсеңіздер, ал қазақ тілін қай кезден бастап білесіздер? Кішкентай кезімнен әкем өйткені қазақ мектебін бітірген, сондықтан қазақ тілін қосап білген деп айтуға болады. А сіз? Мен 6 сыныптан бастап біле бастадым. Менің басым бәрі орысша сөйлейді. Қазақ тілінде білмеймін. Жалпы өзіңіздің отбасыңыз орысша сөйлейді. Сіз ғана. Сізге қазақ тілін үйрену қиын болған ба? Жоқ, қиын болған жоқ. Қазір біз осы біздің дәстүрлер, неше түрлі алуан көп дәстүрлеріміз, салттарымыз бар. Соның ішінде біз мына ою-өрнек күйлерімен сіздерді жақынырақ таныстырып, сол іс-әрекет өткізейік деп отырмыз. Алдыңызда тұрған заттар пайдаланып, қазір біз киіз басып, текемет басу деген қазақтың жұмыстары бар. Білесіздер, иә? Текемет дегеніміз не? Киіз басу деген не? Білесіздер ғой? Ал үйде сіздерде осындай ұлттық заттар бар ма? Осындай ою-өрнектері бар салынған? Бар, қамшы. Қамшы бар, иә? Құрмақтар бар, кішкентай оюлармен. Оюдың үстінен бастырамыз. Орысша да Жақсы. Енді айтып, өздеріңіздің тілектеріңізді айта отырсаңыздар. Бүкіл қазақ еліне бейбітшілік және бірлік. Қазақ еліне бақытты өмір, еш жерде қысылмай, бір-бірінен тату-тәтті өмір сүруді тілеймін. Қазақтың оюлары қандай әдемі, осындай әдемі текемет жасауға болады екен.